Сәлеметсіздер ме? Мен Ақтау қаласындағы номер 13 гимназиясы 6 А сыныбының оқушысы Камалова Әбдікәрім. Менің зерттеу жұмысының тақырыбы сенсорлы бағыттаушы бағыты робототехника. Бұл жобаның мақсаты көру қабілеті нашар адамдарға жолдың жүру бөлігін кесіп өтуге көмектесетін роботтарды жасау. Өткен жылғы статистикаға сүйенсек, 2020 жылы 13.500 жол көлік оқиғасы орын тапқан болатын. Оның ішінде 19.844 жарақат алып, оның 17.841-і қаза тапқан болатын. Қаза тапқан мен жарақат алған адамдардың ішінде көзі нашар көретін адамдар да болуы мүмкін. 19.844 адам жарақат алып, оның 17.841-і қаза тапқан болатын. Жарақат алған мен қаза тапқан адамдардың ішінде көзі нашар көретін адамдар да болуы мүмкін. Көзі нашар көретін адамдар өте көп емес, бірақ соққырлық анық түсінік емес. Соққырлық күн мен түнді ажырата алмайды. Мысалы, сіз алаңдаған кезде көзіңіз көріп тұрған сияқты, бірақ миыңызға ештеңе жиналмайды, ал соққырлар керісінше. Ал барлық соққырлар жолды кесіп өтуде қиындықтар туғызады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлем халқының 10% толықтай соққырлыққа тап болғандар. Мүмкіндігі шектеулі адамдар біз сияқты бір қоғамда өмір сүруде. Бірақ біздер оларды сирек көреміз. Олар да біз сияқты өмір сүреді, жұмыс істейді, бірақ олардың қаншалықты қиын екенін білеміз. Ақтаятын соққырлықтың символы ретінде 1921 жылы басталды. Жас фотограф Джеймс Брикс жол апатынан кейін көзі көрмей қалған болатын. Ол жаңа өмір бастауға мәжбүр болды. Көшені аралай бастады, бірақ көп ұзамай қара таяқты жүргізушілер қарсылық танытты. Сондықтан ол ақтаяқ болды. Ол бірнеше жерлерде болған. Зағип жандарға көшелерді аралауда ақтаяқ көмектеседі. Онсыз еш жерге бара алмайсыз. Тарихта 1867 жылы 10 желтоқсанда бағдаршам пайда болды. Ол қазіргі бағдаршамға әрине ұқсайды, бірақ олар 2 семафорлық, ал қазіргі бағдаршамдар 3 семафорлық. Дыбыс шығаратын бағдаршамдар 20 ғасырдың соңында, 21 ғасырдың басында пайда болған. Ақтауда көзі көрмейтін адамдардың проблемаларының себептері. Бүгін біз айналамыздағы көзі нашар көретін адамдардың көздерімен қарамыз келеді. Ақтау қаласында 3 шағын ауданда 67 ғимаратта Қазақ соққылар қоғамының филиалы бар. Бұл қоғам қаламызда 30 жылдан астам жұмыс істеп келеді. Оның 250-і бірінші топтағы мүгедектер. Қоғам басшысы Асқар Айтжанұлымен кездесуде ұққанын, сезімтал және әрбір көзі нашар көретін адамдармен көмектесуде өте мүдделі адам екен. Робот модельдерін жобалау. Роботты жасауда біз Lego Mindstorm F3 конструкторымен қолданған болатынбыз. Біз бірінші роботты зағип жандарға арналған таяқшаны жақсартуды шештік. Біз екінші роботты жол диспетчері ретінде жасаған болатынбыз. Ол 2 сенсорлы. Бірінші сенсор қозғалатын көліктерге әрекет етеді. Екінші сенсор ол қасыңызда зат болса бар немесе жоқтығын белгі береді. Интерактивті белдікті осылай киеді. Алдыңызға 100 метрлік қашықтықта көлік келе жатса, ол кеткеннен кейін жол ашық болса, осылай ол жұмыс істейді. Егер бағдаршам қызыл жанса, ал жасыл жанса, no ол тоқта деген мағынаны білдіреді, ал go ол жүру деген мағынаны білдіреді. Бағдарламалар тамаша нәтиже көрсетті. Робот бағдарламаланған, робот жұмыс жасайды және жақында өз интерактивті білезігімізді бітіріп, жақсы нәтиже аламыз деп үміттенемін.